Полицияның қызметі тек халық тыныштығын сақтаумен ғана емес, олардан шыққан майталман мамандармен де өлшенеді. Армағайын, эфирде сақшымен сырласу бағдарламасы. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ұйымдастыруымен өткен республикалық үздік тергеушілер слетінің екінші орын иегері, Атырау қалалық полиция басқармасының тергеушісі, полиция аға лейтенанты Исатай Қажымұратұлы Исқалиев. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жүзден жүйрік озып шығып еленген екінші орныңыз құтты болсын. Сөз басында өзіңіз туралы айта кетсеңіз. Рахмет құттықтап жатқаныңызға. Мен осы ішкі істер органдарының саласына 2015 жылы Атырау қаласында нөмір 15 Абай атындағы орта мектебін 11 сыныбын аяқтағаннан кейін Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясына оқуға түскен болатынмын. Осы академияны 4 жыл оқуын оқып, яғни 2019 жылы аяқтағаннан кейін Атырау қаласы полиция басқармасы нөмір 1 қалалық полиция бөлімінің тергеу бөлімшесіне тергеуші лауазымына тағайындалдым. Қазіргі уақытта осы аталған лауазымда өзімнің тергеуші лауазымда жұмыс атқарып келемін. Көптің ішінен суырылып шығып, өз ісіңіздің үздігі болдыңыз. Жалпы үздік тергеушілер слетіне қалай жолдама алдыңыз? 2022 жылдың 9 ай қорытындысы бойынша Атырау облысының үздік тергеушісі атанып, мені осы жарысқа басшы құрамда жіберген болатын. Тергеушілер слеті, яғни Қарағанды академиясында өткізілді. Бұл жарысқа барлық облыстар менен республикалық маңызы бар қалалардан әр облыстың ең үздік деген тергеушілер қатысып, өзара сайысқа түскен едік. Жалпы сайыс 4 кезеңнен өтті. Ол біріншісі тест, екіншісі эссе, менің кәсібім деген тақырыбында, үшіншісі ату және төртіншісі оқиға болған жерді қарап тексеру хаттамасын толтыру кезеңдерінен өткізілді. 3 жылдан астам тергеуші қызметін атқарып, 30 қылмыстық істі сотқа жолдадыңыз. Жалпы тегеурінді тергеушінің еңбек жолында қылмыстық істі ашуда қандай қиындықтар кездесті? Әрбір қылмыстық істі тергеу оңайлыққа әкеп соқпайды. Кез келген қылмыстық істің өзінің бір қиыншылықтар болып тұрады. Мысалға айта кететін болсам, яғни кез келген істі тергеу барысында тергеуші, яғни оқиғаның қалай болғандығын жәбірленушіден анықтап алу қажет. Одан кейін осы іс бойынша көрген куәлардан толықтай жәбірленушінің айтқан жауабымен сәйкес келетіндігін анықтап алғаннан кейін, оқиғаның қалай болғандығын нақты біліп алғаннан соң, күдіктіден істің қалай болғандығын сұрайды. Егерде күдікті тұлға өзінің жауабын басқаша айтып, я болмаса мойындамай жатырған кезде, осы жәбірленушімен куәдан берген жауаптармен сұрақтар қою арқылы нақтылаймыз. Негізінен осы тергеу барысында өзімнің бір қылмыстық ісім бар, яғни қиындық туындатқан. Оны айта кететін болсам, 2021 жылы осы Атырау қаласының аумағында ішімдік ішетін тұлға өзінің жолдас жігітімен кездесе алмай қалып, сөзара жанжалдан кейін өзара төбелесіп қалған. Нәтижесінде осы күдікті тұлғамыз өзінің жолдас жігітін ұру барысында аталған жәбірленуші тұлға оқыс құлап, кейіннен басын жарақаттап, әрмен қарай қайтыс болған еді. Осы аталған қылмыстық істі тергеу барысында, яғни күдікті тұлғамыз ішімдікке салынған тұлға болғандықтан, оны іздеп табу басында қиындық соқты. Көптеген жедел іздестіру іс-шаралар жүргізілгеннен кейін ғана барып күдікті тұлға анықталып, одан іс жүргізу барысында ол өзінің жауабын толықтай мойындағаннан кейін ғана барып қылмыстық іс өзінің дәлелін тапты. Одан бөлек осы іс бойынша көптеген сараптамалар тағайындалды, яғни ол сот биологиялық, сот медициналық, тауарлама, сот генетикалық сараптама тағайындалғаннан кейін осы күдікті тұлғаның жасаған іс-әрекеті толығымен дәлелденіп, тиісті өзінің жазасын алды. Жауабыңызға көп рахмет. Енді келесі сұрағым, осы қылмыстық істерді жүргізу барысында қандай талаптарға арқа сүйейсіз? Ең біріншіден ол заңдылық, екіншісі әділдік, яғни полиция қызметкерлері өзінің саласында әділ, ашық болуы қажет. Одан қоса үшіншісі ол жылдамдық, яғни тиісті, тез және заңды әділ шешім қабылдау қажет. Алға қойған мақсатыңыз қандай? Еліме адал қызмет етіп, өзімнің ата-анамның үмітін ақтап, артымыздан келе жатырған жастарға өзімнің жиған
тәжірибеммен бөлісіп, оларды үйретіп, оларға үлгі болғым келеді. Жауабыңызға көп рахмет. Енді алға қойған мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспін. Енді келесі сұрағым, өзіңіздің отбасыңыз туралы айта кетсеңіз. Отбасым жайлы айта кететін болсам, яғни осы менің әке-шешем осы мемлекеттік қызметшілер болып келеді. Әкем осы ішкі істер органдарының қазіргі таңда зейнеткері. Ішкі істер органдарына баруға ықпал болған осы әкем болып табылады. Кішкентай кезінен әкемнің осы ішкі істер органдарының формасын кигеніне қатты қызығып, алдағы таңда осы мектеп аяқтар кезде осы полиция қызметкері болам деп әкеме айтқан болатынмын. Әкем осы арманыма жеткізуге өзінің көп үлесін қосты. Осы ең алдыменен осындай қазіргі таңда жетіп отқан жетістіктерім осы біріншіден Алла, екіншіден ата-анамның арқасы деп ойлаймын. Өйткені қай уақытта болмасын, қиын кездерде қолымнан қолдау көрсетіп, өздерінің барын салып, өміріндегі барлық ақылын айтып, үйретіп жүреді. Әрдайымда мені қиын кездерде қолдау көрсетіп, демеп жүреді. Болашақта енді өзім отбасы құрып, өзімнің балаларыма үлгілі әке болғым келеді. Исатай Қажымұратұлы, тұшымды жауаптарыңызға көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.